осындай жиі конкурстар бола берсін. Қанша ата-аналар балаларына қызыға жетті, қобалжып жүр. Осындай жақсылық бола берсін. Барлық тілектерге ал жолдары сәттілік тілеймін. Сайыстың мақсаты балалар арасында кітап оқуды, батырлық жырларды насихаттау, сонымен қатар оқушылардың шығармашылық, зияткерлік қабілетін дамытуға жағдай жасау. Сайыс негізінен 2 кезеңнен тұрады. Біріншісі ер едіге жырын сайысын жатқа айту, екінші кезең 6 және 10 сынып әдебиеті оқулығынан сұрақтар келеді, соған оқушылар жауап беруі тиіс болатын. Менде дайындық жақсы болды. Сол Бағдәулет мұғалім мені дайындады. Маған үйретті қалай айту керектігін. Осындағы жарыста мен өз ойымша айтып шықтым. Маған өте қатты ұнады, жақсы болды. Бүгінгі күні Павлодар облысында тұлпарымды туылған байқауының облыстық кезеңі өтіп жатыр. Дәл қазір осы байқауға әр ауданның жеңімпаздары, жүлделі орынның иегерлері қатысып жатыр. Және де осы байқауды қолдап, қаржылай көмек беріп отырған білім басқармасына, Павлодар облысының білім басқармасына үлкен алғысымызды білдіреміз.